Ассалаумағалейкум достар. Қазақ жерінің табиғаты өте сұлу, қарасаң көз тоймайтын таңғажайып жерлерге толы. Сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға Қазақстанның көз тоймас көрікті жерлерін ұсынамын. Алтын Емел ұлттық паркі, Алматы облысы. Алтын Емел атауы моңғол тілінен шығады және алтын ер дегенді білдіреді. Бір аңыздар бойынша 1219 жылы Шыңғысханның әскері орталық Азияны жаулап алуға аттанып, осы алқапты кесіп өтіп бара жатқанда, күн батып бара жатқан шақта сарғайып шөп жамылған тауларды көріп, ұлы қолбасшы алтын ер деген екен. Алтын Емел асуы шын мәнінде сырттай қарағанда ер тоқымға ұқсайды екен. Ақтолағай үстірттің солтүстік шеті, Ақтөбе облысы. Шатқал үлкен аумақты алып жатыр. Бұл мекен әлі көпшілікке танымал емес, әрі туристердің де келуі қиын. Мұнда ақ борт үсті керемет ландшафтты табиғатты көруге болады. Бағзы заманда көп ғасыр бұрын бұл үстірттің орнында теңіз болған. Топырақты қазып жіберсеңіз, теңіз жәндіктерінің тас болып қатқан қалдықтарын және де теңіз түбін мекендеген өзге де мақұлықтардың сүйегі мен тісін тауып аласыз. Батыс Алтай қорығы, Шығыс Қазақстан облысы. Қорық Батыс Сібір даласы, Оңтүстік Сібір және Орталық Азия таулары мен Қазақстан шөл далаларының тоғысында орналасқан. Жақын маңда мұхит пен теңіз жоқ болғандықтан, бұл жердің климаты континенталдық, ол температураның шұғыл өзгеруінен ақ көрінеді. Мұндағы жылдың орташа температурасы плюс 1,5 градус Цельсийді құрайды. Осы аймақ пен табиғи қорықтағы ең танымал жер Қара торап деп аталатын үш шоқының түйіскен тұсы. Туристер арасында ерекше танымал тас ертегі де осында орналасқан. Қарқаралы таулары, Қарағанды облысы. Қарқаралы таулары қазақ майда шоқыларының шығыс бөлігіндегі тау массиві. Олардың биіктігі 1403 метрге дейін жетеді. Тау беткейлерінде қарағайлы ормандар кездеседі. Алайда бұл орынның басты ерекшелігі, мұнда мұз дәуірінен қалған өсімдіктердің жұрнағы, сирек кездесетін және жоғалып бара жатқан өсімдіктерді кездестіруге де болады. Торыш шар тәрізді конкрециялар алқабы, Маңғыстау облысы. Егер де Маңғыстау облысына жолыңыз түсіп, осы бір керемет жерге баратын болсаңыз, сіз айрықша тас мүсіндер, шар тәрізді конкрециялар шашылған алқапты көре аласыз. Әлбетте, Маңғыстауда Қазақстандағы ең көрікті жерлер орналасқан. Қаратау таулары, Оңтүстік Қазақстан облысы. Бұл өте көне таулар, геологиялық тарихында үлкен өзгерістерге түскен. Шатқалдың қойнауында шағын өзендер мен бұлақтар көп. Сондай-ақ Қаратау тауларын көптеген ащы, тұщы көлдер қоршап жатыр. Жығылған мүйісі, Маңғыстау облысы. Жығылған әктас қабатының астындағы саз балшықты құмды қабаттың сулануы нәтижесінде пайда болған үлкен геологиялық сырғыма. Танымалдығына қарамастан, жығылған әлі де зерттеліп болмаған құпия мекен болып келеді. Жығылғанның адамзатқа берген сыйы, бетінде ірілі уақты мысық және де қазіргі есектің көлеміндей жылқылардың қайранға батып қалған тұяғының тасқа айналған іздерін көру мүмкіндігі. Бектау ата тауы, Қарағанды облысы. Бектау ата тау сілемдері солтүстік Балқаш маңы оазисі, Балқаш қаласынан солтүстікке қарай 70 шақырымда орналасқан. Теңіз деңгейінен 800 метр биіктіктен асады. Сол үшін оны Балқаш маңы шамшырағы деп те атайды. Бектау ата шатқалында жүздеген өсімдік түрі өседі. Олардың 45-і сирек кездеседі, ал 8-і қызыл кітапқа енгізілген. Язевое көлі, Шығыс Қазақстан облысы. Язевое көлі Алтайдың Қазақстан жақтағы бөлігінде орналасқан. Ол теңіз деңгейінен 1685 метр биіктікте. Ұзындығы 3 шақырым, ені 800 метр, тереңдігі 10 метр. Судың түсі сарғыш жасыл.
Ал бір қызығы, күн ашықта Алтайдың ең биік шыңы аты аңызға айналған Белуха тауы айналасындағы жоталардың бәрімен бірге көлдің суына шағылып көрінеді. Бозжыра шатқалы Маңғыстау облысы. Бозжыра үстірттің шеткі шатқалдарының бір бөлігі. Мұнда ақ түсті ерекше ландшафтты көруге болады. Бозжыраның басты ерекшелігі пішініне қарап азу аталып кеткен екі ақтас шың. Олардың түбінен ұшына дейінгі биіктігі 200 метрден асады. Назарларыңызға рахмет. Біздің арнамыздағы көрермендердің саны 30 мыңға жетуіне орай блогер Сакодо өзінің видео құттықтауын жіберген еді. Және де сіздер осы видеоның астындағы сілтеме арқылы өтіп, блогер Саконың арнасына да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар, сәлем Q-Life арнасының көрермендері. Достар, бүгін мен Q-Life арнасын 30 мың жазылушы болуымен құттықтаймын. Q-Life саған мол бақыт, зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Осылай қазақ ютубын дамытып жүре бер. 30 мың дегенде азсан емес, 30 мыңнан ары қарай дамып 100 мың, 200 мың, миллионға дейін бар. Құдай қаласа бұл санға да тез жетесің деген ойдамыз. Мен осы бір Q-Life арнасының тұрақты көрерменімін. Сіздер де осы арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алға, тек қана алға. Ал видеоның соңында мен сіздерге дизайн және фотошоп жанрындағы Redden арнасын ұсынғым келеді. Видеоның астындағы сілтемелер арқылы өтіп, Redden арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.